Бұл құс өз балапандарына суды қалай жеткізеді, егер ең жақын су қоймасы жүздеген шақырым алыста болса? Бұл шөл бұлдырығы. Осы уақытта аналығы күннің көзінен балапандарын денесімен көлегейлеп жатқанда, оның аталығы тәуекелге барады. Күн сайын таңертең ол басқа ересек құстармен бірге су іздеп ұшады. Бұлдырықтар тобы шағын ғана көлшікке келіп, өмірін тәуекелге тігіп, су қорын толықтыруға тырысады. Себебі жыртқыш күтіп отыр. Қырғи бұл жерге тек шөлін басу үшін келмеген. Бұлдырықтар оның негізгі азығы. Біреуін ұстап алып, ол кері шегінеді. Сондықтан аналықтары өз аталықтарын олардың денсаулығы мен физикалық мүмкіндіктерін ескере отырып мұқият таңдайды. Өйткені ұрпақтың тағдыры аталықтың қабілетіне тікелей тәуелді. Шөлін қандырғаннан кейін аталық су жинауға кіріседі. Оның құрсағындағы қауырсындардың құрылымы кеуекті. Сондықтан су оларды бойына сіңіреді. Денесіндегі су қоймасын толтырып болған соң, ол отбасына қарай ұшады. Ыстыққа қарамастан су буланып кетпейді және уақытында жеткізіледі. Балапандары әкесінің денесінен су ішіп шөлін қандырады және бұл құбылыс 59 күн бойы күн сайын қайталанады.